Журналисттик қызметпен, азаматтық міндетпен ел арасында жиі боламыз. Түріміз бір теледидардан көрінетін болғаннан кейін бе екен, немесе бір Алматыдан келді дегеннен кейін бе екен, әйтеуір ағайын жиі сұрақ қояды. Топ сұрақтардың ішінде ұлым ержетіп қалды, ұлым жоғары сыныпта оқып жатыр, баламды қандай мамандыққа қарай бағыттағаным дұрыс, қазір өзі қандай мамандықтар сұранысқа ие деген сұрақты ағайын жиі қояды. Bir қарағаннан баланың неге икемі бар екенін түсіне беретін баяғының бір сыншы шалдары сияқты көрегендік бізде қаяқтан болсын. Бірақ бір білетініміз, әр адам баласы өмірге белгілі бір мақсатпен келеді, қолынан келетін ісі, оған ғана бір жеңілетілген шаруасы болады. Сол өзіне оңай істі түйсігімен сезініп таба алса, не әкесі аңғарып, соған қарай бір бағыттап жіберсе, өзіне де олжа, қоғамға да бір пайда әкелетін азаматқа айналады. Несібесінде өзіне оңтайландырылған, оңайлатылған жолда теріп жейді. Балаңыздың қолынан не келеді, не нәрсеге бейімі басым, оған қоғамда өз сұраныс бар ма, сұраныс балаңызға материалдық пайда әкеле ме? Бастысы өзінің жылымын дәл тапса болғаны. Өзінікін дәл тапқан адамға ол жұмыс оны ешқашан шаршатпайды, керісінше ләззат береді, атқарып жатқан шаруасынан ол адам қуаттанады. Осыны біліңіз. Болмысына сай ісін таппаған адамды бір жұмысқа ит қосып айтақтап жүріп әрең жібересің, оған жұмысындағы әр күн азап, ондай жұмысшының бір табысы да артпайды, маман ретіндегі профессионализмі де өспейді, қызмет бабымен де өрлемейді. Өйткені ол адам өзінің жұмысын жақсы көрмейді. Сондықтан ұлыңыз қандай мамандық игергісі келсе де, қандай оқуға түскісі келсе де, біздің ұсынатын бірінші критерийіміз балаңыздың өзіне ұнайтындай, оның бір оң жамбасына келетіндей болсын.